Кейде тағдыр адамды сындырамын деп ойлайды. Бірақ кейбір жандар бар, сынбайды, қайта шыңдалады. Бұл да сондай тағдырдың бір үзігі. Мен Шымкент қаласына жақын жерде тұратын, жасы 47 жастағы қарапайым отбасының 2 ұлды жалғыз тәрбиелеген жалғыз басты келіншекпін. Жолдасым тұрмыс құрған күннен бастап ұрып-соғып, 4 жыл бірге тұрғаннан шыдай алмай ажырастым. Жолдасым ішімдік, ұрлық, карта ойындарына әуес болғаны соншалықты, бір күні картадан ұтылып қалып, мені бергені бар. Қазір есіме алсам, ол нағыз тозақ күндер болған екен. Ендеше келіңіз тыңдарман, шет жағын баяндап берейін. 25 жасымда 2 кішкентай баламды жетектеп, өмірмен жалғыз күресуге тура келді. Артымда қорлық пен көз жасы, алдымда белгісіздік. Балаларым үшін бәріне төзуге дайын едім. Алғашқы 7 жыл ата-анамның үйінде тұрдым. Бірақ өз үйім болса да, өзіңді бөтен сезіну қандай ауыр десеңізші. Үйдегі бала келін мені жақтыра қоймады. Әр қадамым, әр сөзім артық сияқты көрінетін. 7 жыл бойы үнсіз шыдадым. Ақыры тәуекел деп балаларымды алып, бөлек үй жалдап шықтым. Сол кезде мектеп кітапханасында жұмыс істейтінмін. Айлығым шайлығымнан артылмайтын. Бірде қарыз аламын, бірде таныстардың үйін жинап беремін. Кейде түн ортасына дейін жұмыс істеп, таңертең балаларымды мектепке дайындап жіберемін. Қиындықпен арпалысып жүріп күндер өте берді. Жолдасым болмағанымен, мен де тірі жанмын ғой. Әйелмін, мен де нәзіктікке, жылы сөзге, бір сәттік болса да жанға жылу беретін назарға зәру едім. Денем де, жүрегім де кейде мейірімге шөлдеп кететін. Намысты ысырып қойып, бұрынғы күйеуім балаларға деп келгенде, кейде өзіме керек дәруменімді алып жүрдім. Бұл әлсіздік пе еді, әлде жалғыздықтың салдары ма, оны сол кезде ойлап жатпадым. Осылайша уақыт зулап өте шықты. Ұлдарым бойжетті, азамат болды. Бірі үйленді, артынан екіншісі отау құрды. Кеше ғана етегіме жармасып жүрген балаларым бір күні өз үйлеріне кетіп бара жатты. Мен болсам есік алдында ұзақ қарап тұрып қалдым. Қалай тез өтті бәрі. Жасым 47-де болса да, бойымды күтіп қалған, әлі де көзге түсетін әйел екенімді өзімде білемін. Тіпті жас жігіттер де жиі комплимент айтады. Мен мектегі жұмысымды ауыстырғалы түрлі салада жасадым. Арифлеймен де айналыстым, ресторанда да жасадым. Қазір супермаркетте приемщик болып жасап жүрмін. Айлығы жақсы, ұлдарымды өсіріп жеткіздім. Қазір үйде өзіме толықтай жеткілікті. 2 ай бұрын өзімнен 9 жас кіші жігітпен таныстым. Біреу айтса сенбес едім, екеуміз керемет дос болып, тіпті одан да жақын болып кеттік. Танысқан күннен бастап маған есі кетті. Мен осындай жас қыз емеспін, гүл шоқтары дегенге таңсық емеспін. Ол басында 1-2 рет әкелгенде оған солай басын ашып айттым. Ол да таңырқап қалды. Мен оның орнына кездескенде суши, шашлык, ет, фарш, үйге керек нәрсе әкелсеңші деп қалжыңдап айтқанмын. Бірақ қалжыңның да артында бір шындық бар ғой. Ол да соны дұрыс қабылдап келген сайын менің көзімді қуантатын болды. Ол келетін кезде әдемі киініп, шашымды әсемдеп, тәтті крем дуфиді жағып дайындалып жүремін. Мен бойы орташа толықтау келген сары келіншекпін. Мен оның атын атамаймын, еркелетіп мармеладым деймін. Бойы менен сәл аласа, денесі шыңдалған, бұлшық еттері қатты тығыншықтай жігіт. Демалыста спорт залға барады. Менде оған сай болуым үшін өзіме көп көңіл бөлемін. Айғоры асау, дәруменді аямай береді. Мен де тізгінді алып оны есінен тандырып өнерімді көрсетемін. Қалай болғанда да жас қой, білмейтіні болар. Кейде тентегін үйкелеп сипаштап сүйіп те аламын. Сол кезде есінен танғанын көрсеңіз ғой. Алға ешқандай мақсат қоймаймын. Мен қиындықтардан өткен әйелмін. Жас кезімде өмірдің тәттісін көрмеген, не күйеуден, не жақыннан поддержка көрмеген жанмын. Ал қазір қалай өмір сүрсемде ешкім мені сынап қарғауға хақы жоқ. Өз тағдырым үшін өзім жауаптымын. Әңгімем қысқаша ұнаған болса, лайк басып реакция қалдыра отырыңыздар, қадірменді тыңдарман.